Сәлем достар. Бүгін сіздерге оңтүстік Қазақстанның нан салма деген тамағын жасап көрсетем. Алдымен 2 жұмыртқаға тұз салдым. Су 400 грамдай құйдым. Жақсылап араластырып, керегінше ұн салдым. Яғни қамырымыз жұмсақ болмау керек, қатты болмау керек, орташа болып шығу керек. Жақсылап илеуін қандырып, оны 15 минутқа төңкеріп қойып қойдым. Яғни ол дайын болам дегенше мен подливін жасай берем. Алдымен қазанға 2 шөміш май құйдым. Майымыз қызған кезде туралған пиязымды салдым. Пиязды жақсылап қуырып алып, сәбізді салдым. Сәбізді де жақсылап қуырып алып, артынан картошкасын салдым. Картошка азғантай тұз сеуіп жібердім 2 чайный ложкадай. Одан кейін томатын салдым 1 чайный ложка, жақсылап араластырып, туралған етімді салдым. Менде ет піскен, морозильниктен шыққан. Егер сіздерде піскен ет болмаса, алдымен ең бірінші етті қуырып аласыздар. Сосын бетінен қылып су құясыздар. Қайнап шыққан соң астын азайтуды ұмытпаңыздар. Жаңағы қамырымызды алып, 2 зуалаға бөліп, тағы да 1 рет илеп, 10 минутқа төңкеріп қоямыз. 10 минуттан кейін илеуі қанғаннан кейін алып, қамырымызды жаямыз. 5 бармақтың қамыры сияқты қылып жаямыз. Мен 2 зуаланы бірдей беттестіріп, арасына ұн сеуіп отырып жайдым. Жақсылап қамырды жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек, қалың болмау керек. Жайылған қамырымызды екеуін 2 бөлек жайып қоямыз. Кішкене дегдігіп, қатырып тұру керек. Су қоямыз қазанға. Суға 2 қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Сосын қамырымызды осылай кесіп аламыз видеодағыдай. Арасы 1 сантиметр, 1,5 сантиметрдей қылып, осылай кесіп, шашып аласыздар, бір-біріне жабыспайтындай алып. Одан кейін қайнап тұрған суымызға саламыз. Суда тұз болу керек, обязательно. Жақсылап араластырып, пісіріп аламыз. Одан кейін дайын болған подливіміз бетіне сеуіп, рахаттанып тамақты жей бересіздер. Ас болсын бізге.